Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Осы жолы мен сіздерге жұмыртқасыз, миксерсіз, бірақ керемет ерекше жұмсақ, дәмді болып шығатын тортпен бөліспекпін. Ингредиенттерді тізіміне келетін болсақ, әрбір ханымның үйінде табылады, қолжетімді 4 ингредиенттен тұрады. Бисквитіміз үшін бөлме температурасына келген сары майды, яғни жұмсақ сары майды қантпен жақсылап тұрып араластырамыз. Үйіңізде қол миксері болса, әрине қол миксерін қолдана аласыз. Тіпті қол миксермен процесс әлдеқайда тезірек болады. Менде қол миксер болмағандықтан венчиктің көмегімен араластырдым. Майымыз бен қантымыз бір-біріне жақсылап араласқаннан кейін сүтімізді, құрғақ ингредиенттерімізді енгіземіз. Бисквитіміздің қамыры дайын болғаннан кейін алдын ала дайындап қойған формамызға қамырымызды құямыз. Мен бұл жерде 21-22 диаметрлік форманы қолдандым. Алдын ала ас табанына пергаментті жайдым, жан-жақтарын майлаудың қажеті жоқ. Бірақ бисквитті формадан алар кезінде пышақпен өткізіп, яғни форманы жанына пышақпен өткізіп шығуларыңыз қажет. Бисквитімізді алдын ала 180 дәрежеге дейін ысытылған пеште 30-40 минут пісіреміз. Бисквитімізді әсемдейтін кремге де кезегі жетті. Бұл жолы мен өте жеңіл бір крем қолданғым келді. Сол себептен қою клейгеймен шекер ұнтағын араластырып, видеода көрсетілгендей қою консистенцияға жеткенге дейін жақсылап араластырдым. Тортымызды әсемдеу процесі өзімізге жеңілдету үшін дайындаған кремімізді кондитерлік қорапшаға саламыз. Мен осы жолы домалақ насадканы қолдандым. Кремді салмастан бұрын насадканы қорапшаның ішіне салып қоясыздар. Креміміз қажет болғанға дейін, тоңазытқышқа дейін сақтап қоямыз. Тортымызды әсемдеместен бұрын бисквитіміз толық суы қажет. Видеода көрсетілгендей кремді біткенге дейін тортымыздың үстіне жағып әсемдеп шығамыз. Мен тортты креммен қатар жидектермен де әсемдейтін боламын. Ал егерде сіздер бұл тортты қыс мезгілінде және де жидектердің қымбат болатын мезгілінде дайындайтын болсаңыздар, әрине басқа да ингредиенттерді қолдансаңыздар болады. Мысалы, шоколадты үгітіп кремнің үстіне жайғастырсаңыз болады, немесе блески деп атайтынымыз кондитерлік блескилерді ингредиент ретінде қолдансаңыздар болады. Оны да кремнің үстіне әсемдеп жайғастырасыз. Жидектерді орналастырып болдым. Ең соңында шекер пудрасын септім. Тағы да әдемірек болсын деп тортымыз. Енді тортымызды кесіп, ішкі дүниесіне мән берейік. Ал тортымыздың ішкі дүниесі болса мақтауға тұрарлық. Шынымен де тортымыз өте жұмсақ, нәзік, әрі дымқыл болып келеді. Видеомызға назар аударсаңыздар, қараңыздар структурасы қандай тамаша, шынымен де дәмді екені көрініп тұр. Бисквитіміз өздеріңіз байқап тұрғандай шынымен де өте жұмсақ болып шығады. Сіздер қаласаңыздар, бұл тортты пирог ретінде де жасасаңыздар болады. Осымен тортымыз дайын. Сіздермен бөліскеніме өте қуаныштымын. Кездескенше күн жақсы болғай. Әр сенбі жаңа рецепті бақылау үшін каналыма жазылуды және видеоны ұнатуды ұмытпаңыздар.